Сәлем достар, жылдам оқу сабағына қош келдіңіздер. Жылдам оқу дегеніміз не? Ең алдымен кішігірім түсінік қалыптастырып кетсек. Жылдам оқу деген бәлкім сіздің ойыңыздағы сияқты кітапты жылдам оқып, тексті жылдам оқып бітіру емес. Ол деген сол кітапты, ақпаратты дұрыс қабылдау, дұрыс оқу және де оны өзіміздің миымызда дұрыс қорыту туралы болған ең негізгі лайфхактар жиынтығы. Бұл жалпы видеолар біздің сабақтарымыз Мирас Кесебаевтың жылдам оқы кітабына негізделе отырып түсірілген. Дәл қазіргі таңда жылдам оқы әдісін қолданатын дүние жүзінде өте көп адамдар бар. Соған мысал ретінде мына жердегі фотодан қарасаңыздар болады. Бұл жерде неше түрлі тирандар да бар, неше түрлі еліне жеріне көмектескен азаматтар да бар. Дәл қазіргі таңда өзіміз білетін Билл Гейтс, Стив Джобс және де Илон Маск секілді бүкіл әлемді аузына қаратқан кәсіпкерлер де бар. Соның ішінен Уоррен Баффетті алатын болсақ, ол кісі күніне күндік норма бойынша 300 бет кітап оқу керек. Ал егер оны оқымаса, ұйықтамайды. Қарап отырсақ, 300 бет деген ол біздің бір кітап болып саналады. Ол кісі күніне бір кітап оқып аяқтап жатыр. Оның нәтижесінде дәл қазір бүкіл әлемге танымал, атақты кәсіпкер болып отыр. Илон Маск кішкентай кезінде өте фантастикалық кітаптарды өте көп оқыған, нәтижесінде дәл қазіргі таңда адамдардың басына сыймайтын жаңалықтарға біздің көз алдымызға алып келіп жатыр. Тесла болсын, айға ұшу болсын, барлығы өздеріңіз білесіздер. Ал енді бізде жалпы 12 сабақ қарастырылған. 12 сабақтың нәтижесінде біз жалпы қалай өзіміздің миымызбен, көзімізбен жұмыс жасау керектігі туралы, кітапты қалай дұрыс оқу керектігі туралы, қалай дұрыс таңдау керектігі туралы тарқатып сабақтар түсіретін боламыз. Ал бұл сабақта сіздер пайдалы үшін ең алдымен сіздерге мына төмендегі нәрселерді ескеру қажет болады. Ең алдымен өзіңізге сеніңіз. Сіз жылдам оқи аласыз. Ойыңызда ешқандай комплекс болмасын, мен оқи алмаймын, басқа оқитын адамдар, олар бұрында өздерінің қабілеттері болған, олар немесе менен артық деген секілді. Жоқ, жалпы кімнің көзі бар, кімнің миы бар, сол адамның барлығы жылдам оқуға қабілеті бар деген сөз. Дәл қазір білмеймін, сіз 150-200 оқитын шығарсыз минутына. Біздің берген 12 сабақты толықтай қарап, нәтижесінде оған күнделікті жаттығуларын жасап отыратын болсаңыз, мен сізге гарантия беремін, сіз кем дегенде 1000 сөз болмаса да 1000 сөзге жақын оқисыз 1 минутта. Бұл деген негізі өте жақсы жетістік болушы еді. Сонымен қатар біз жалпы жылдам оқи аламыз. Оған мысал келтіретін болсам, біз мектепте сабақ оқитын кезде, түсінік айтатын кезде мынандай жағдайда болады. Біз тақтаға шығамыз, асығыс үсігіс оқыған кезде де біздің көз алдымызда кейбір тексттер сақталып қалады. Біз тақтаға тұрған кезде досымызға аңдаймыз, досымыз бізге осылаймен кітабымызды теріс қаратып тұрған кезде біз 2 метр, 3 метр жерде тұрып кітапты оқи береміз. Қалай? Ол біздің фотожабымыз және де өзіміздің оқыған нәрселеріміз осы жылдам оқудың, яғни төменде айтылатын әдістеріне байланысты болатын нәрселер. Тіпті біздің жаңа кітабымызда сылып кеткен сызықтарға дейін біздің көзімізде қалып қояды, жадымызда қалып қояды, көз алдымызда елестеп тұрады. Осының бәрі фотожабы деп аталады. Жарайды, оның барлығын келесі сабақтарда тарқатып айтамын. Бұл сабақтарда сіздің сақтау керек болған ережелеріңіз мыналар. Біз күніне бір сабақтан қараңыз, 2, 3, 4, 5 олай жасамаңыз. Бар жоғы біреу ғана. Егер олай жасайтын болсаңыз, сізге эффективті, яғни тиімді болады деп айта алмаймын. Сондықтан бір сабақты көріңіз, оның арқасынан біз сіздерге жаттығуға сілтеме қалдырамыз, жаттығу орындаңыз. Күнделікті осылай қайталап отыру керек. Екіншісі, сіз өзіңізге жеңіл кітап алыңыз. Егер бір ғылыми, академический кітаптар алатын болсаңыз, сол кезде түсінуде, бұл әдісті үйренуде өте қиынға соғады. Бір мотивационный кітаптар болсын, немесе қазақ әдебиеті кітаптарын алып оқып көріңіз, өзіңізге қызықты болады. Және де соның нәтижесінде жақсы бір көрсеткіштер көрсетеміз. Үшіншісі бұл күнделікті жаттығу жасап отырыңыз. Және де бұл 12 күнде жылдамдығыңызды осылардың нәтижесінде біз өзіміздің, яғни қойған мақсатымыз минутына 1000 сөзді оқимыз деп сенеміз. Сонымен бүгінгі айтарымыз осы болды. Жалпы кішігірім жылдам оқу түсінігімен таныстырдық. Келесі сабақтардан бастап әрбір пункттерге тоқталып, қалай оқу керектігі туралы нақты ақпараттар беретін боламыз. Сау болыңыздар.